Археология дегеніміз не? Ескі, көне заттай деректерді жердің қойнауынан қазып алу және шығу тарихын зерттеу болып табылады. Археология тарих ғылымының ежелгі дәуір мен орта ғасырдағы адамзат қоғамы дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін зерттейтін саласы. Басты зерттеу нысаны алғашқы қауымнан ерте заман мен орта ғасырлардан қалған материалдық ескерткіштер. Олар еңбек құралдары, қару-жарақ түрлері, мекен жай, қоныстар, керуен сарайлар, әскери бекіністердің жұрты, үй іші заттары, зираттар, обалар. Бұл заттар ғылымда археологиялық ескерткіштер болып табылады. Олар топыраққа көміліп, жер астында қалып, қалалар мен бекіністердің қираған орындарында бірнеше қабаттардан тұратын төбелер пайда болады. Мұндай қатпарлар археологияда мәдени қабаттар деп аталады. Қазақстан жеріндегі ең үлкен қала болып есептелетін Отырардың мәдени қабатының биіктігі 18 метр, кейбір обалардың биіктігі 20 метрге, аумағы 100 квадрат метрге дейін жетеді. Қазба жұмыстары кезінде табылған материалдық деректерге ғылыми түсініктеме беру үшін археологияда антропология, этнология, геология, ботаника, зоология, палеонтология, физика, химия, топырақтану ғылымдарының зерттеу әдістері кеңінен пайдаланылады. Археология гректің ескі ғылым деген сөздерінің қосылуынан шыққан. Біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырда көне заманды зерттейтін ғылым ретінде қолданыла бастағанымен, ғылыми археологиялық зерттеулер Европада қайта өркендеу дәуірінде ғана жүргізілді. 15-16 ғасырларда Италияда ежелгі сәулет өнерінің мұраларын іздеуге, 18-19 ғасырларда Қос өзен бойында көне мәдени мұраларды зерттеуге бағытталған қазба жұмыстары жүзеге асырылды. 19 ғасырдың бірінші жартысында Ресейде Қара теңіз жағалауындағы көне грек қалаларының қалдықтары мен скиф обаларын жүйелі түрде зерттеу басталды. Қазақстан мен Орта Азияда археологиялық зерттеулер 19 ғасырдың 70 жылдарында бастау алды. Және олар Василий Радлов, Николай Веселовский, Петр Лерх, Василий Бартальд есімдермен байланысты. 1920-1930 жылдары Әлкей Марғұлан, Сергей Руденко, Александр Бернштам басқарған экспедициялар Қазақстан жерінде күрделі археологиялық барлау, қазба жұмыстарын жүргізді. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясының құрамында тарих, археологиялық және этнографиялық институты, ал 1991 жылы археология бөлімі негізінде жеке археология институты құрылды. Ол республикадағы археологиялық зерттеулердің орталығына айналды. Жетісуда Бесшатыр, Кеген маңында табылған обалар сақ-скиф мәдениеті жөнінде көптеген мағлұматтар берді және олардың Алтай мен Днепр бойында кездескен скиф обаларымен туыстас екендігі дәлелденді. Оңтүстік Қазақстанда палеолит қоныстары тыңғылықты зерттеліп, оның Андронов мәдениетінің негізгі аймақтарының бірі болғандығына ғылыми тұжырым жасалды. Солтүстік Қазақстанның қола дәуірінің хронологиялық классификациясы жасалды. 1970 жылдан Қазақстан мен Орта Азияның мәдени орталықтарының бірі болған Отырар алқабының ескерткіштерін зерттеу қолға алынды.
Жетісудағы Есік қорғанында қала мәдениеті жөнінде мол мағлұмат берген Отырар мен Құйрықтөбеде жүргізілген қазба жұмыстары қазақ халқының көне және орта ғасыр кезіндегі тарихы, тайпалар мен ұлыстардың материалдық мәдениетінің сабақтастығы жөнінде дәйекті ғылыми тұжырымдар жасауға негіз қалады. Қазақстан тарихын зерттеушілер. Отанымыздың тарихын зерттеушілерді ғалымдар деп атайды. Ежелгі уақытта Қазақстан аумағында өмір сүрген тайпалардың өмірі мен тұрмысы туралы археологиялық деректерден білеміз. Тас дәуірін Алпысбаев, Медоев, Оразбаев, мыс және қола дәуірін Марғұлан, Қадырбаев, Зайберт, темір дәуірін Черников, Нұрмұхамбетов, Ақышев, орта ғасыр дәуірін Көмеков, Сенигова, Байпақов зерттеген.